Мінекей достар. Сонымен достар, бұл тортты дайын болған күйінде жей берсеңіздер де болады. Себебі бұның әрбір қабаты жұқа, кремінің сіңуін қажет етпейді. Сондықтан дайын болған күйінде жей, немесе 1-2 сағат салқын жерде қойып алып та жей берсеңіздер болады. Сонымен достар, астарыңыз дәмді болсын. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен торт пісіреміз. Құймақтан жасалынған торт. Ол үшін бізге 10 ас қасық ұн керек, 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды бөліп, алдын ала біраз араластырып алсаңыз да болады, немесе мен бірден осылай ұнның үстіне сала берем. Бір-екі ас қасық көлемінде сұйық май керек. Оны да құйып аламыз. Мынандай қамыр қопсытқыш бар, оны біз бірден сүтімізге араластырып жібереміз. Аса көп қосудың қажеті жоқ. 1-2 грамм көлемінде. Сүтімізге араластырғанда 1 литр сүт керек. Бізде майлылығы жоғары сүт болғандықтан бізге жарты, майлығы 6% сүт. Сондықтан біз қазір 1 стакан көлемінде оған су араластыратын боламыз. Одан бөлек бізге аз ғана жарты шай қасыққа жетер-жетпес тұз керек. Жарты стакан 70-80 грамм көлемінде қант керек. Мұндағы жұмыртқаларымызды біз араластырып жібереміз. Бұл бізге құймақтың қамыры үшін ғана керек. Оның үстіне біз қамырымыздың үстіне сүтімізді сөгенше құйып жібереміз. Бұған дейінгі тұзды, қантты араластырып жібереміз. Біраз қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Және ары қарай миксердің көмегімен ақырын жылдамдығында шайқаймыз, араластырамыз. Біз жақсылап араластырдық және 5-10 минут көлемінде бөлме температурасында қойып қоямыз. Себебі ұнымыз біраз бізде бөгу керек, әйтпесе қазір өте сұйық болып тұрады. Ол аралықта біз кремімізді дайындай береміз. Ол үшін бізде қантымыздың қалған бөлігі 100-120 грамм көлемінде сүт, ванилин бізге аз ғана керек, 1 шымшым. Және мынандай взбитые сливки деген сүтке араластыру қоспа қаймақтар деп аударылыпты. Сүтке араластырып крем жасаймыз, және оның арасына бізге банан қосамыз. Ендігі кезекте біз сүтімізді құямыз. Ванилинін себеміз. Аз ғана дәмі кірсе болады. Оның үстіне аздап қантымызды салып, біз шайқап аламыз. Бізде біраз қанты еріді, түгелдей еріген жоқ. Және біз мұндағы қоспа қаймағымызды ақырындап қосып, әуелі ақырын араластырамыз, одан кейін қатты жылдамдықта араластыратын боламыз.
қанттың орнына сахарный пудра дейміз, өте ұсақ қант, соны қолданғанымыз тиімді, бізде уақыт алмайды. Окей. Түгел араластырып болды. Және миксердің ең жоғарғы жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Бізде осыншалықты қаймағымыз дайын болды. Қазір біз бұны салқын жерге қоя тұрамыз, өзінің қалпын сақтау үшін. Және ендігі кезекте бізде бананымыз бар, оны алдын ала езіп, анда қаймақ қоспаңызға қосып жіберсеңіз болады. Ал немесе осындай шанышқының көмегімен, немесе блендердің көмегімен езіп алып, бір қабатын сливки, жаңа қаймақтан жасалған қоспамыз, ал екінші қабатын осындай бананнан жасалған қоспа етіп жасап отырсаңыз болады. Жағып отырсаңыз. Қазір біз бұны да ары қарай шайқап аламыз. Әзірге осылай жеткілікті. Себебі бұл қазір суланып кетуі мүмкін тұра-тұра. Әзірге осылай ғана езіп қоямыз. Және біз қимағымызды пісіруге кірісеміз. Біз дағы дайын болған қамырымызды мінекей көріп тұрсыздар, біраз қоюланды. Сапырып жіберіп, қызып тұрған табамызға құямыз. Және табамызды айналдырып, барлық жеріне бірдей етіп жайып аламыз қамырды. Және бізге мынандай ағаш таяқшаның көмегі өте зор. Мінекей беті кішкене қоюланғанша күтеміз, және ол аралықта оның асты да сарғайып бастайды. Енді жиегінен осылай ағаштың көмегімен жүріп өтеміз, және жылдамдатып екінші бетіне аударамыз. Асты қызарған қызармағандығын тексеріп аламыз. Және орналастырғанда бірінші піскен бетіне қаратып саламыз. Себебі осылай бізде жақсы болып шығады. Келесі. Бұны да дәл осылай аударамыз. Екіншісінің түрі әжептеуір жақсы болып шықты, біріншісінен қарағанда. Осы ретпен біз барлығын пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Ендігі кезекте біз бананымызды кремін дайындаймыз. Ол үшін мінекей банан суланып тұр. Оны әрі қарай миксермен шайқап аламыз. Мінекей бізде бір қалыпты массаға айналды.
Арасында сәл ірімдіктер бар, бірақ олар ештеңе етпейді. Ендігі кезекте біз жұмақтарымызды ретімен салып, бірінші қабатқа банан жағамыз. Аса көп мөлшерде емес. Және келесі бананды салып, үстіне сливкиді жағамыз. Осы ретпен барлығын келесі кезекте банан етіп, барлығын жағып болды. Ендігі кезекте біз нутелланы мындай су буында, қайнап тұрған суда ертіп алдық. Және мындай бізде кондитерский мешок жоқ әзірге. Бетін қалауымызша әрлеп шығамыз. Кәдімгі шоколадты ертіп құйсаңыз да болады. Оны да су буында жылытып аласыз. Мінекей достар. Сонымен достар, бұл тортты дайын болған күйінде жей берсеңіздер де болады. Себебі бұның әрбір қабаты жұқа, кремінің сіңуін қажет етпейді. Сондықтан дайын болған күйінде жейіп, немесе 1-2 сағат салқын жерде қойып алып та жей берсеңіздер болады. Сонымен достар, астарыңыз дәмді болсын.